Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман? Менің каналымды 96% тіркелмей қарайтын тыңдармандарым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Көк жал, 1 бөлім. Иттің есі болса, бөрінің тәңірісі бар. Халық мәтелі. О, жанымның жапырағы сол, монтиып жатысын қарашы. Елубай төр жақтағы құрақ көрпенің үстінде құндақтаулы жатқан нәрестесін қолына алып, мейірлене иіскеді. Тәттісін-ай өзінің. Байқаймын, сенің махаббатың балаға ауып кеткен сияқты. Бізді көзіңе де ілгің келмейді-ау. Түге, деді артынша үйге кірген әйелі Гүлғайша. Екі иығынан ентіге демалған сары самаурынды жаюлы тұрған дастарханның шетіне қойып жатып. Сен де осы қай-қайдағыны шығарасың да жүресің. Жасыңа жетпей, ақылыңнан алжаса бастағансың-ау. Жақсы көрсем өз балам емес пе? Әйеліне ежірейе қарады. Біресе бала, біресе мал дей бермей, бір уақ бізге де көз қырыңды салып қойсаң қайтеді? Бізде етпен сүйектен жаралған жұмырбасты пендеміз ғой. Жасымызға жетпей, алжамылжамыз шығып қатқан қайыстай жүрісіміз мынау. Гүлғайшаның даусынан діріл білініп. Жанары жасаурап кетті. Құдай-ау, мал құрлы қадіріміз болмады-ау. Әй, ақмақ, аузыңнан ақмай ағып отырғаны осы малдың арқасы емес пе? Саған айтты не, айтпады не, бәрібір түсінбейсің. Жап аузыңды, әкең. Қас-қабағы түйіле түскен Елубай ақырып қалды. Енді аузыңды ашса шатақ шығарын жақсы білетін Гүлғайша жым болды. Осы кезде сырт жақтан ат тұяғының дүрсілі естіліп, иттер шабалана үріп қоя берді. Кім болды екен? Елубай орнынан жайлап көтеріліп тысқа шықты. Ассалаумағалейкум ағасы, деді жирен атқа мінген талпақ қара анандайдан даусын созып. Уағалейкум салам. О, Серікжан, қал жағдайларың қалай? Деді Елубай қабағы ашылып. Ауыл аймақ аман ба? Әке-шешелерің күйлі қуатты ма? Бәрі өзіңіз көргендей ағасы. Тегін аманшылық. Мына Қанат дос екеуміз таң атпастан аң қарай шығып едік. Қызды мен талай жерге ұзап кетіппіз. Содан арып ашып келе жатқан бетіміз. Жолдарың болған-ау шамасы. Қанжығаларың майлы екен. Әйтеуір бұйырғаны болды ғой. Құдай көпсінбесін. Мына біреудің ақ жеңешеме арнайы атып алдық, деді Серік. Семіз ақ қоянды Елубайдың қолына ұстатып жатып. Бәлі, несіне әуре болдыңдар? Кәне үйге кіріңдер. Бөтен біреулер ме десем, өз қайныларым екен ғой, деді күйеуінің артынан ілесе шыққан Гүлғайша да, еріксіз езу тартып, түскі астың үстіне түстіңдер, мақтап жүреді екенсіңдер, төрлетіңдер. Сіз сияқты асыл жеңгешемізді жамандап не көрініпті түге, деді Серік жөпелдете. Қорбаңдай басып үн-түнсіз ілесіп келе жатқан ұзын бойлы қапсағай денелі сары жігіт, ұйқыдан жаңа оянған жандай марғау ғана. Сәлеметсіз бе, деді аузы жыбыр етіп. Амансың ба қайным, деді оған жүре тіл қатқан Гүлғайша. Елубай, сен өзің шай құя бер, мен ет салып жіберейін. Ой, ақ жеңеше, әуре болып қайтесіз. Күрең қою шайыңызды ішіп, аттансақ та ішіміз шырылдай қоймас. Енді күнде келіп жатқан жоқсыңдар. Бір асым етпен ырысымыз ортая қоймас. Төр жақтағы құс жастықты жантая жайғасқан Серік аяқ жағына ала малдас құрған Қанатқа жымия қарап көзін қысып қалды.
Елеке, деді лезде түсін өзгерте қойған ол, мойнын үй иесіне қарай бұрып. Қасқырдың бөлтірігі керек пе? Арзанға сатамыз, тіпті көңіліміз түссе біреуін тегінде беріп кетеміз. Жоға тұқымы құрсын, пәлесінен аулақ, десе де бір сәтке құштарлық сезімі билеп, қайдан алдыңдар, деді сұраулы жүзбен. Кереге тастың жанында қасқырдың апаны бар, содан алдық. Әжептәуір өсіп қалыпты. Атаңа нәлеттер тегі жыртқыш емес пе? Кәдімгідей айбат шегеді. Бесеу екен, біреуін қалдырмай алып кеттік. Қоржыңдарыңдағы не пәле десем, қасқырдың бөлтірігі десеңші, оның бәрі не қылайын деп едіңдер? Бір-екеуін қолға үйретіп көрсек, қалғанын сатармыз. Болмаса тағы бірдеңеге жаратармыз. Бұлар қанша жыртқыш болғанымен қасиеттан ғой, ем-домға да пайдасы бар емес пе? Олар ыстық шайдан ұрттап қойып, әңгіменің қызығына түскен кезде, жайлаудағы жайлы тыныштықты бұзып, иттер жарыса үріп, шәуілдесіп қоя берді. Бізді өкшелеп жүрген кім болды екен, деді Серік елең ете қалып. Кім болар дейсің, ауыл адамдары шығар. Елубай аузын жиғанша болған жоқ. Ентіге басып келген Гүлғайшаға ағаш есікті айқара ашып, қасқыр қойға қасқыр шапты, деді тұтыға айғай салып. Не дейді? Орнынан ұшып тұрған Елубай жалма-жан керегеде ілулі тұрған қосауыз мылтығын ала салып, далаға атып шықты. Қойлар дүркірей қашып, бет-бетімен бытырап кеткен. Ақжол ғана шабалана үріп тұр. Ақтөстің қарасы көрінбейді. Екі үлкен қасқыр арттарына жалтақтай қарап, тау жаққа қарай салып ұрды. Елубай оқ дарыта алмасын сезсе де, мылтығын кезене беріп, оң жақтағы оңтайлы шүріппені балаң үйрек саусағымен басып қалды. Жер дүниені сілкіндіре шыққан ащы дауыстан шошынған қос бөрі бауырларын жаза тартып ала жөнелді де, қас пен көздің арасында қырқадан асып көрінбей кетті. Елубай үрке қарап, үрпейісе қалған қойларға қарай жүрді. Үш саулықтың тамақталынып, қан жоса боп, сілейіп жатқанын көріп, өңі сұрланып кетті. Үйдің іргесінде жатқан малға шапқан, не қылған жүрек жұтқан пәлелер. Ашу қысқан Елубай қыңсылап келіп, аяқ жағына тығылған Ақжолды керзетігімен басқа бір тепті. Шаңқ ете қалған көк төбет құйрығын бұтына қыса, үйшігіне қарай секектей жөнелді. Ол енді Ақтөсті іздеп жан-жаққа тінтіне көз тастады. Екеуі де тайыншада екен. Жарып кеткен жоқ па? Кенет мал қораның жанында тұрған ат арбаның астыңғы жағында бөрісіп жатқан итін көріп, қаны басына шапты. Төбеттің бір жамандықты сезіп жәутеңдегеніне де қарамастан, қақ маңдайдан көздей беріп, қос аузын оқтаулы тұрған екінші шүріппесін басып қалды. Гүрс ете түскен мылтық даусынан кейін Ақтөсті де соңғы рет ышқына шәу ете түскені естілді. Жатқан жерінде басын бір қайқаң еткізді де, сілейген күйі үні өшті. Елубай демін ішіне тарта ауыр күрсінді. Мен сені не үшін асырадым? Тек ас ішіп аяқ босататын дегенмен шығармын. Жаның тілден тәтті екен. Елекеңе иттің не жазығы бар деп жақындай берген Серікті жуан жұдырығымен сол жақ шықшыттан ала қойып қалып, ет бетінен түсірді. Ой, әкеңнің аузын ұрайын, иттің баласы, сен бе маған ақыл үйрететін? Сендердің кесірлеріңнен. Не жаздым шешең, деп жерден тұра ұмытылған Серік Елубайдың жағасына жармаса кетті. Осы сәтті күтіп жатқандай, үйшігінен атып шыққан Ақжол арс ете атылып келіп, Серікті кеудесімен соғып, шалқасынан түсірді. Ызалана ырылдаған күйі азу тісін ақситып үстіне қона түсті. Ақжол, Ақжол, кәкә деп ашулы төбетті өзіне шақырып алған Гүлғайша өлі қоянды арт аяғынан ұстап,
ұстаған күйі салбырата сүйретіп әкеліп Серіктің алдына топ еткізіп тастай салды. «Арсыз неме, тезірек көздеріңді жоғалтыңдар бұл маңнан», деді бақырып. «Елубай, жетер енді. Өзің де білесің ғой, бұлардың қаны сұйық, жазым етуден тайынбайды. Көрдің бе қанып безер неменің? Қарашей бесіктен белі шықпай жатып, әкесіндей адамның жағасына жармасқанын. Құдай көктей солдырсын, көктей солғыр. Қарғысын айналып өзіңді тапсын». Төбеттен именіп атына қарғып мінген Серік, ол ана ала көзімен атып, «Мен сендерге әлі көрсетемін», анандай жерде не істерін білмей үн-түнсіз сопиып тұрған Қанатқа мойнын бұрып, «Әй, малғұн, не қарап тұрсың, жүр кеттік», деді бұйыра сөйлеп. «Әкеңнің ауыз ұрайын, шауып алайын деп пең, боқмұрын», деді Елубай олардың артынан айғайлап. «Қолыңнан келсе шауып ал, сілімтік». Елубайдың түскі тамаққа тәбеті шаппады. Әлденені бір ойлап мазасы қашты. Өлген қойлардың терілерін сыпырып, өлекселерін арнайы қазылған шұқырға апарып тастай салды да көміп тастады. Қасқырлар қойларды тамақтап қана кете берген. Басқа жерлеріне ауыз да салмаған. «Апырай, бұлары не істеп?» Басы қатты. Көк бөрілер көкшіл келеді деуші еді. Бөлтіріктерін алып кеткенге өшіккен ғой. Жыртқыш екеш, жыртқыштың балаларын іздеп кектеніп жүргенін қарашы, Құдай сақтасын. Әйтеуір жүрістері суыт, кісі шошырлық. Күннің қызуы қайтып тас төбеден сәл еңкейе бастаған шақта малын өріске қарай айдаған Елубайдың ойынан қойға шапқан қос бөрі шықпай қойды. Көңілі әлденеге алаңдап, жүрегі дүріс қағып, қобалжи берді. Ауыздары шүйгінге тиген қойлары бастарын жерден көтермеген күйі шашырай жайылып барады. Ердің ернеуіне оң жақ аяғын тарта жайғасып отырған Елубай арт жағынан шыққан тықырға елең етіп жалт қарады. Түп-түп болып өскен қияқ шидің арасымен жүгіріп келіп шоқиып отыра қалған ақ жолды көріп жүрегі орнына түскендей болды. Иттің де естісі ессізі болады ғой, ашу үстінде бұны да оңдырмадым-ау, деді оған мүсіркей қарап. Сөйлейтін тіл жоқ десе де бәрін айтқызбай-ақ түсінеді. Мұндай ақылды төбеттер некен саяқ. Өмірінде көрмеген азабы, тартпаған бейнеті жоқ. Жаны сыр екен өзінің. Талай мәрте тура келген ажалдан аман қалды. Көзі қырқадағыны көріп, ойы қиялдағыны шолып, сауысқандай сақ отырған Елубай тау басынан беткейге түсіп келе жатқан қасқырды көзі шалды. Аты да басын жерден көтеріп алып, осқырына тау жаққа қарады. Не қылған жүрек жұтқан пәле? Бағанағы жын соққандай жүрістер анау. Тегі ажал айдап жүрген шығар. Ыстық қаны қуалай ойнап басына тепкен Елубай қанды басың бері тарт деді де атын борбайлап шаба жөнелді. Арланның қиялаңдап жүре алмай бара жатқанын байқап, онан сайын делебесі қозып қызына түсті. Оқ тиіп жараланған болу керек. Атып алатын болдым. Өзі де тайыншадай екен. Қаракер аяғын көре тастап көсіле шауып келеді. Ақ жол да қалысар емес. Әне-міне дегенше екі қырдан асып түсті. Ерге жабыса еңкейе түссе де алдыңғы жағынан көзін айырмаған Елубай көкжалдың бірте-бірте шабысын үдете түскенін байқады. Жаңа ғана қисалаңдай басып бара жатыр еді, тіпті жақындатар емес қой өзі. Бойын да тіктеп алған. Денесі қызыл, бауырын жаза түскен қаракер бастырмалатып, ара қашықтықты қысқарта түскен кезде жанталаса зытып ала жөнелген айлалы арлан көзді ашып жұмғанша тағы бір қырқадан асып түсіп, шөптесіні мол қалың тоғайға зып беріп кірді де көрінбей кетті. Елубай тоғайды айнала шапқылап айғай салды, қиқуға басты, бір-екі мәрте мылтықты да атты. Бірақ қайда кіріп кеткені белгісіз қасқырдың қарасы көріне қоймады. Ендігі тірлігіне түк шықпастан сезіп, атының басын кері бұрды.
ессіз қалған отары да енді есіне түскендей алаң көңілмен далақтап шаба жөнелді. Жасыл жотаға шыға бере артынан бір қарап еді, айлалы қасқыр тоғайдан шығып, қайда кетіп барасың, мен мұндамын дегендей қасқая қарап тұр екен. Бірақ оған қайта қайрылғысы келмеді. Басында сумаңдаған суық ойларын бірі кіріп, бірі шығып жүрегі атша толады. 62 айлалы түз тағысы оңайлықпен алдыра қояр деген деді де, өзіне өзі жекіп, ақымақ бас аяқтың соры деген осы шығар. Малды ессіз қалдырып ит құсқа қуған немді алған, өзімде есер соқпын ғой. Бостан-босқа арам тер болып, қасқыр екеш қасқыр құрлы ақылым жоқ-ау. Малына алаңдап аласұрып келе жатқан Елубай өзен жақ бетте бір топ қойды дүркіретіп қуалап жүрген тайыншадай қасқырды көріп, жон арқасы шымырлап қоя берді. Қап, атаңа нәлет, бұл қай жақтан келе қалды екен? Бір сұмдықтың боларын жүрегім сезіп еді. Ыстық қаны басына шапшып, ақкөбік болған арғымағына үсті-үстіне қамшы басты. Қаракер аяғын көсіле тастап қойғытып келеді. Әр жерде теңкиіп жатқан қойларды көріп, онан сайын шиыршық атты, енді бәлем қанша айлакер болсаң да құтқармаспын, құтылмассың менен. Қатты шапқан ат тұяғының дүбірінен сескенген қасқыр басын көтере бір қарады да өзенді жағалай жорта жөнелді. Топ-топ боп өскен тобылғы қарағанды жарып өтіп жусанды жазыққа шыққанда кілт тоқтай қалып лоқсып құса бастады. Түз тағысының әр қимылы көзбен бағып келе жатқан Елубай оқ еркін жеттер жерге жеткенде тізгінді шірене тартып қалды да, тоқтар-тоқтамастан атынан секіріп түсіп, қос аузын кезене шүріппені басып қалды. Жұтқан жемтігін ақтарып тастап, енді орнынан қозғала берген қасқыр бір жағына қарай қиқаң ете түсті. Жалмажан бойын тіктеп алып алға қарай ұмытыла бергені сол еді. Гүрс еткен мылтық дауысы тау-тасты жаңғырықтарды, қайта шыққан құйрығын бұлғаң еткізген қаншық қасқыр қиралаңдап барап шоқиып отырды да қалды. Қашып құтыла алмасын сезді ме, жоқ әлде басқа бір ойы болды ма? Кілт бұрылып қарсы салды. Жаралы болса да жүрісі тым ширақ, шойнаңдай басып шоқақтап келеді. Бұндай оқыс қимылды күтпеген Елубай бір сәтке не істерін білмей абдырап қалды да лезде ес жиып мылтығына қайыра оқ салды. Қол аяғы дірілдеп, өз бойын өзі билер алар емес. Азу түсін ақсита ырылдаған жаралы жыртқыш жота жүнін күдірейтіп тақап келеді. Елубай көзден беріп шүріппені басып қалды. Сүрініп кетіп, қайта тіктелген қаншық басын алға қарай соза түсіп, сүйретіле басып ақырын жылжи берді. Қимылы қозғалысы шабандау тартқанмен сұсы басым, түсі суық. Елубайдың маңдайынан суық тер бұрқ ете түсті. Не деген жаны сірі хайуан, деді іштей шиыршық атып. Не де болса тақай түсейін. Не өлім, не өмір. Осы бір сәтте құлағын жымқыра құйғытып келген ақшол қасқырды кеудесімен соғып домалатып түсірді. Көк майсаға бір аунап тұрған қаншық ыр ете түсіп, көз ілеспес жылдамдықпен бойын қайыра тіктеп алды. Өзінен гөрі ірірек төбетке тарпа бас салуға батылы жетпей, азу түсін ақсита арылдаған күйі қарсы қарап тұра қалды. Ағызып келген бетімен алып соғып, талап тастардай көрінген Ақжолдың да алыса кетуіне жүрегі дауаламай көткеншектей берді. Елубай да қарап қалған жоқ. Бар ерік жігерін бойына жиып, қасқая қалған қасқырдың құлақ шекесінен ала көздей беріп, оқтаулы тұрған екінші шүріппені басып қалды. Көзі шоқтай жанған кәрлі қасқыр шипам бітті дегендей сол жағына қарай сылқ етіп құлады да қимылсыз қалды.